Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен 5 минутта дайын болатын тіске басар дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сосискаларымыздың сыртын ашып аламыз. 2 жұмыртқа, пиязымыздың жартысын турап аламыз. Қызып тұрған майымызда сосискаларымыздың қып-қызыл болғанша қуырамыз. Екі шетінде аударып қуырып шығамыз осылай. Қуырып болғаннан кейін қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, аздап қуырамыз. Үстінен жұмыртқамызды салып, қалауларыңызға қарай тұз саласыздар. Екі шетін аударып қуырамыз. Тіске басарымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сәндеп шығасыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер.